Алты қылышты батыр. Ертеде бір кедей шаруа отбасында Айдар есімді ұл өмір сүріпті. Айдар кішкентайынан әділетті, мейірімді және батыл болып өседі. Бір күні ауыл маңындағы орманнан алып жылан шығып, елге қауіп төндіреді. Айдар қолына ағаш таяқ алып, орманға кіріп кетеді. Орманда ол ақ сақалды шалға жолығады. Шал батырға: «Батыр болсаң, мына қылышты ал. Бұл алтын қылыш, тек жүрегі таза жан ғана ұстай алады» дейді. Айдар қылышты ұстағанда, ол жарқ етіп жанады. Батыр жыланды тауып, қылышпен жеңіп, ауылын құтқарады. Содан бастап Айдар алтын қылышты батыр атанып, елін қорғаған ержүрек қаһарман болыпты.